Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен бірге чебуреки дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керек заттар: 300 грамм фарш, 200 миллиграмм су қайнаған, 300 грамм пияз, тұз, бұрыш, 2 ас қасық сұйық май және ұн керек болады. Ыдысымызға 200 миллиграмм ыстық суды, 2 ас қасық майды, сұйық майды және 1 шай қасық тұзымызды салып араластырамыз. Ұнымызды осылай 3 бөлікке бөліп саламыз. Суымыз қайнаған өте ыстық болғандықтан қолымыз күйіп қалмасы үшін ең алдымен вилкамен араластырамыз. Екінші бөлігін саламыз ұнның. Қамырымыз қоюлана бастағанда біз бұл қамырды қолмен илейтін боламыз. Қамырымыз дайын, енді 10 минутқа демалуға қоямыз. Мінекей, қамырымыз өте жұмсақ, нәзік болып шықты. Енді осы қамырды бірнеше ұзын бөліктерге бөліп аламыз. Және әрбір бөлігін шамамен 30 грамм болатындай етіп, майда бөліктерге бөлеміз. Осылай әр қамырды домалақтап қойыңыздар. Қамырды жайған кезде қамырларыңыз дөп-дөңгелек болып шығады. Салманы дайындаймыз. Ол үшін бізге керегі 300 грамм фарш, 300 грамм пияз, 1 шай қасық тұз, жарты шай қасық бұрыш. Алдымен пиязымызды жақсылап турап аламыз, майдалап. Салмамыз дайын болған кезде біз оны ыстық майда 2 минут қуырып аламыз. Себебі біздің қамырымыз өте жұмсақ, нәзік, тез піседі. Салмамыз дайын. Енді қуырамыз ыстық майда. Пиязы жұмсарады 2 минуттың ішінде. Міне, пиязымыз дайын. Салмамыз. Енді қамырды жаюды бастаймыз. Қамырымыз өте жұмсақ болғандықтан, онды сеуіп отырып жаясыздар. Және қамырдың әрбір осындай бөлігіне 1 ас қасық салманы салып отырасыздар. Шеті ашылып кетпес үшін жақсылап басасыз. Артық жерлерін осылай алып тастасаңыз болады. Дайын болған чебурекиларымызды ыстық майда 2 беті қызарғанша қуыратын боламыз. Чебурекиларымыз дайын болды біздің. Қытырлақ әрі өте дәмді болып шықты. Ойланбастан үйде жасап көрсеңіздер болады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.